Әңгіме басталмас бұрын, арнаға тіркеліп, жаңа хикаяларды бірінші боп тыңдаңыз. Мен есікті ақырын бұрап аштым. Қадамымды әрлей басқанда еденнің ескі тақтасы сыбырлап кетті. Сол сәл дыбыс мені кері тартқым келетіндей қорқытып, бір уақытта қызықтырды да. Қолым есік тұтқасына сүйенді, тынысымды біртіндеп тереңдетіп, бөлмеге көз жүгірттім. Бөлме жартылай жарықта болды. Шамның сәл сөніп қалған жарығы ғана үстел үстіндегі ойыншықтарды, төсек үстіндегі жұмсақ жамылғыларды жарқыратып, олардың көлеңкесін қабырғаға ұзын сызғыштай созып жіберді. Теледидардың әлсіз сыбырлаған үні, сырттағы желдің терезеге соғуы, бәрі бір-бірімен үйлесіп, тыныштықтың ерекше бір қақпасын жасап тұрды. Сол тыныштықтың ішінде мен көзіме түскен көріністен демімді ішке тартып, бір сәтке қаттым. Келінім ұлымды иығынан құшақтап, үстіне сәл еңкейіп отыр екен. Ол кішкентай денесін оның кеудесіне тіреп, көзін жұмып алған. Бала еш қозғалыссыз, тек тыныстап отыр. Келінімнің қолдары нәзік, бірақ сенімділікпен баланың арқасын тіреп тұр. Оның бетінде жеңіл, бірақ шынайы бір күлкі бар. Әлемдегі бар қиындықтардан алшақ, тек мейірімге толы күлкі. Мен бір сәтке есіктің ар жағында тұрып, тынысымды тоқтатқандай болдым. Уақыт баяу ағып жатқандай сезілді. Сағаттың тықылын, сырттағы желдің сыбырын, өз жүрегімнің дүрсілін, ешқайсысын естімедім. Барлығына қарамастан, менің бүкіл ойым сол бөлмедегі 3 адамға ғана сыйып тұрды. Келінім мені бір сәл сүзіп қарады да, қайтадан ұлымды құшақтап, оның басын өз иығына жақындатты. Оның көздерінде жасырын бір тыныштық, бір мейірім бар еді. Сол сәтте мен балаға деген оның махаббатын, нәзік жанын толық көрдім. Мен әрқашан оны жақсы көргенмін, бірақ дәл осы кезде оның сүйіспеншілігі мені сол сәтке толық баурап алды. Мен қадамымды баяу артқа шегіндім. Есікті сәл салып, оларды бөлмеде қалдырдым. Сол сәт мен үшін мәңгілікке созылғандай болды. Бала менің келінімнің құшағында тыныш дем алып жатыр. Ал мен сыртта, тек қарап тұрып, олардың бейбіт сәтін бұзбай, бәрін сақтап қалғым келді. Мен бөлмеден шығып, өз бөлмеме келдім. Түн терең еді, бірақ ұйқы келмеді. Бұл тек бір қарапайым көрініс емес еді. Бұл мен үшін өмірдің мәні, адамның шынайы сезімі мен мейірімінің бейнесі болды. Сол түні мен түсіндім. Ең маңызды нәрсе, жанға жылу беретін қарапайым сәттерде бір-біріне деген махаббатта. Мен төсегіме отыра кеттік. Көз алдымда сол көрініс тұрды. Ол баяу, бірақ анық бейнеленгендей. Келінім, бала, тыныштық, жылулық. Менің ішімде бір ерекше тыныштық пайда болды. Қорқыныш та, уайым да жоқ. Тек ішкі мейірім мен бір қалыпты қуаныш бар. Мен бөлменің терезесіне жақындап, сыртқа қарадым. Көшеде ешкім жоқ. Тек жел ағашының бұтақтарын шайқап, сыбырлап тұрды. Бірақ менің ішімде бір тосын сезім пайда болды. Бұл тыныштық әдеттегідей емес сияқты еді. Бір нәрсе өзгергендей сезілді. Сол кезде есіктің жақын тұсында тұрған өзіме қарап тұрғандай, келінімнің бейнесі көз алдыма қайта келді. Оның ұлымды құшақтаған сәті, тек қарапайым көрініс емес еді. Бұл бір нәрсенің бастамасы, бір сырдың, бір жасырын мейірімнің көрінісі сияқты. Менің жүрегім біртүрлі қымсынумен, қызығушылықпен және жеңіл қорқынышпен. Мен қайтадан есіктің жанында тұрдым. Бірақ бұл жолы ішкі даусым маған ескерту жасап тұрғандай болды. Тек қара, бірақ араласпа. Бұл олардың жеке әлемі. Сол сәтте мені бір нәрсе кернелеп, ішкі сезімімді қайта тексерді. Мен өзімді қорқып отырғандай сезіндім. Бірақ сонымен бірге сол көріністі толық көруге тырысып тұрдым. Келінім балаға қараған сәтте менің көздеріме түсіп қалды. Оның бір секундқа ғана тоқтаған көзқарасы бір түрлі жылулықты, бір сәл күмәнді, бірақ шынайы сезімді білдіргендей болды. Мен есіктің артында тұрып, бір сәт үшін бәрі тоқтап қалғандай сезілді. Уақыт баяулап, ауа қатты тығыздалғандай болды. Сол түнде мен өзімді бір жаңа әлемге кіргендей сездім. Бұл әлемде тек 3 адам бар еді. Мен, келінім және ұлым. Олар бір-біріне жылу беріп, мен сырттан қарап тұрдым. Мен үшін бұл тек бір көрініс емес, өмірдің мәнін түсінуге шақырған бір белгі сияқты көрінді. Мен қадамымды біртіндеп артқа шегінгенде, еден тақтасының сыбырлаған дыбысы мені қайтадан шындыққа қайтарды. Бірақ менің жанымда бір жеңіл жылу, бір тыныштық қалды. Бұл қорқыныш та, уайым да емес. Тек өмірдің нәзік сәттерін бағалай білетін жүректім сезімеді. Мен бөлмеме кіріп терең дем алдым. Сол түні мен ұйықтаған жоқпын. Бірақ қорқыныш емес, тек ішкі бір тыныштық болды.
Бір қарапайым көріністен мен өмірдің ең маңызды нәрсесін көрдім. Сүйіспеншілік, мейірім, жан жылуы. Осы үш нәрсе бәрінен биік еді. Терезеден сыртқа қарағанда жұлдыздар жарқырап тұрды. Сол жарқыраған нүктелер мен үшін жаңа бір үміттің, жаңа бір тыныштықтың белгісі сияқты болды. Менің ойым, жүрегім, жаным, бәрі сол бөлмедегі үш адамға сыйыпты тоқтап қалғандай. Бірақ бір уақытта жаңа бір нәрсе басталғандай сезілді. Түн тереңдеп бара жатты. Мен бөлмемнің қақпасына сүйеніп тұрдым да, өзімді қайта-қайта тексеріп көрдім. Мен шынымен қарап тұрғанымды сездім. Немесе бәрі менің қиялым ба? Бірақ көз алдымдағы көрініс шынайы еді. Келінім балаға бір түрлі жеңіл күлкімен қарап, оның басын кеудесіне жақындатты. Мен үшін бұл қарапайым көрініс емес еді. Оның көзінде бір нәрсе, мен түсінбейтін, бірақ өте нақты сезім бар сияқты көрінді. Сүйіспеншілік, қамқорлық, бір сәл жасырын тосындық араласқан. Менің жүрегім қымтанып кетті. Бұл мен білмейтін, бірақ көрген сайын жүректі толқытып жіберетін бір әлем. Бала кенет басын көтеріп, қолмен келінімнің мойнын сипап алды. Оның кішкентай қозғалысы өмірдің ең қарапайым, бірақ шынайы қуанышы. Сол сәт мен өзімді бір түрлі әлсіз сездім. Мен сыртта тек қарап тұрмын, ал олар өз әлемінде. Мүлде мені сезбейтіндей. Бірақ бір жағынан менің ішімде ерекше жылы сезім пайда болды. Бұл қорқыныш емес, тек бақылаушы болудың қызық әсер сияқты. Мен есіктің жақтауына сүйеніп, тынысымды баяу ішке тарттым. Құлағыммен олардың тынысын тыңдадым. Әрбір тыныс менің ішкі сезімдерімді қозғап, мені өзіне баурай берді. Сол сәтте мен ойладым. Мүмкін, мен өмірімде алғаш рет шынайы мейірімді, толығымен таза сезімді көріп тұрған шығармын. Сол тыныштыққа кенеттен әлсіз, бірақ анық дыбыс араласты. Бала кішкене дауыстап күліп жіберді. Келінім оған қарап күлімсіреді. Және мен үшін бұл сәт әлемдегі ең нәзік, ең толық көрініс сияқты болды. Мен өзімді бір қадам алға жылжытпақ болып артқа шегіндім. Бірақ бұл қарапайым қимыл емес еді. Жүрегімнің әр соғысы менің ішкі даусыммен сайқымазақ болып жатырдай болды. Сол сәт мен ойладым. Мен бұған араласқым келе ме жоқ па? Бірақ жауап жоқ. Тек ішкі бір тыныштық және бақылау қалды. Түн бойы мен сыртта тұрдым. Көз алдында сол көрініс қайта-қайта қайталанып, менің сана сезімімді толтырды. Бұл тек бір қарапайым көрініс емес еді. Бұл өмірдің мәнін түсінетін, жүректің нәзіктігін ашатын бір белгі. Сол түн мен үшін мәңгілікке ұмытылмас болып қалды. Мен өз бөлмеме артқа қайттым, бірақ ішкі бір өзгеріс болды. Қарапайым көрініс мені өзгертті. Мен мейірімділікті, сүйіспеншілікті және өзгені бағалауды алғаш рет осындай терең сезіндім. Мен есікті ақырын бұрап аштым. Қадамымды әрлей басқанда, еденнің ескі тақтасы сыбырлап кетті. Сол сәл дыбыс мені кері тартқым келетіндей қорқытып, бір уақытта қызықтырды да. Қолым есік тұтқасына сүйенді. Тынысымды біртіндеп тереңдетіп, бөлмеге көз жүгірттім. Бөлме жартылай жарықта болды. Шамның сәл сөніп қалған жарығы ғана үстел үстіндегі ойыншықтарды, төсек үстіндегі жұмсақ жамылғыларды жарқыратып, олардың көлеңкесін қабырғаға ұзын сызғыштай созып жіберді. Теледидардың әлсіз сыбырлаған үні, сырттағы желдің терезеге соғуы, бәрі бір-бірімен үйлесіп, тыныштықтың ерекше бір қақпасын жасап тұрды. Сол тыныштықтың ішінде мен көзіме түскен көріністен демімді ішке тартып, бір сәтке қаттым. Келінім ұлымды иығынан құшақтап, үстіне сәл еңкейіп отыр екен. Ол кішкентай денесін оның кеудесіне тіреп, көзін жұмып алған. Бала еш қозғалыссыз, тек тыныстап отыр. Келінімнің қолдары нәзік, бірақ сенімділікпен баланың арқасын тіреп тұр. Оның бетінде жеңіл, бірақ шынайы бір күлкі бар. Әлемдегі бар қиындықтардан алшақ, тек мейірімге толы күлкі. Мен бір сәтке есіктің ар жағында тұрып, тынысымды тоқтатқандай болдым. Уақыт баяу ағып жатқандай сезілді. Сағаттың тықылын, сырттағы желдің сыбырын, өз жүрегімнің бүрсілін ешқайсысын естімедім. Барлығына қарамастан, менің бүкіл ойым сол бөлмедегі үш адамға ғана сыйып тұрды. Келінім мені бір сәл сүзіп қарады да, қайтадан ұлымды құшақтап, оның басын өз иығына жақындатты. Оның көздерінде жасырын бір тыныштық, бір мейірім бар еді.
Сол сәтте мен балаға деген оның махаббатын, нәзік жанын толық көрдім. Мен әрқашан оны жақсы көргенмін. Бірақ дәл осы кезде оның сүйіспеншілігі мені сол сәтке толық баурап алды. Мен қадамымды баяу артқа шегіндім. Есікті сәл салып, оларды бөлмеде қалдырдым. Сол сәт мен үшін мәңгілікке созылғандай болды. Бала менің келінімнің құшағында тыныш дем алып жатыр. Ал мен сыртта, тек қарап тұрып, олардың бейбіт сәтін бұзбай, бәрін сақтап қалғым келді. Егер бұл әңгіме сіздің жүрегіңізге жетсе, егер өз үйіңізден, өз өміріңізден бір үзік көргендей болсаңыз, онда пікірге ойыңызбен бөлісіп етіңіз. Өйткені әр ене бір кездері келін болды. Әр келін ертең біреудің енесі болады. Бұл әңгіме сізге ой салса, арнаға тіркеліп қойыңыз. Алда бұдан да шынайы, жанға жақын оқиғалар бар.